Сәлем достар, біз бүгін ең оңай морковный торт жасайтын боламыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысынан бөліп алып, ағын қант қоса отырып, аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Содан соң жұмыртқаның сарысын, сәбіз, сұйық майды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін құрғақ ингредиенттерді ұн, корица, қопсытқышты қосып, үшке бөліп біздің қамырымызға салып дайындаймыз. Дайын болған қамырымызды противеньге салып 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Піскенін ағаш таяқшамен білетін боламыз. Піскен корждарымызды суытып осындай пышақпен дөңгелетіп кесіп отырамыз. Тура видеодағыдай жасасаңыздар, корждарыңыз біркелкі болып кесіледі. Міне, біздің коржымыз өте мінсіз болып шықты. Ал енді кремімізді дайындаймыз. Қаймақтың үстіне қант ұнтағын қосып жақсылап араластырамыз. Содан кейін креміміз дайын. Ал енді тортты жинайтын боламыз. Жарты кремімізді бірінші торттың ішіне салып, барлығын жақсылап жинаймыз. Содан кейін өздеріңіз қалағандарыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен грек жаңғағымен әсемдеген болатынмын. Әсемдеген соң тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Содан кейін біздің тортымыз дайын. Міне осындай әдемі морковный торт шықты. Егер рецепт ұнаса, лайк басып кетіңіздер.